Екінші бөлімге қош келдің. Біз бірінші бөлімде айттық, иә? Адам порно көре келе, оның миы 3 стадиядан өтеді. Бірінші стадия ол наразылық, екінші стадия ол норма, қалыпты жағдай, үшінші стадия ол ләззат алу. Енді осы сюжеттер, ол адам өміріне көш көретін болса, ол өте қиын болады. Мынандай бір оқиға болған. Бір кісі іс сапардан үйіне келеді, бірақ әйеліне айтпайды, ескертпейді. Және сол кезде ол есігін ашқан кезде әйелі өзінің көңілдесімен ісін істеп жатыр екен де. Және сол нәрсеге тап болған кезде адам, жаңағы ер кісі, өзінің біздің бас кейіпкер, соншалықты бір қызық және қорқыныш жағдай болады. Адам өзі одновременно бір уақытта бір таңғалу және ләззат алу сезінеді. Соншалықты бір енді колоссальный аяқта бір экстаз болады да. Адам өзі қорқып кетеді. Неге мен бұлай істемеуім керек қой, бұл менің әйелім деген сияқты нәрселер түсінікті. Және сол кезде адам сол түні өзінің мәшинесінде түнейді де, ертесі күні ештеңе болмағанда үйіне кіреді. Бұл нәрсе бізге нені айтады? Адам порнода көрген сюжеттерін ол өзінің өміріне не істейді? Интеграция жасайды. Адам өзінің өміріне көшіреді және сол модельге сай болуға тырысады да. Сол үшін бұл тек қана ерлерге ғана емес, сонымен қатар әйелдерге де, қыздарға да қатысты нәрсе. Қыздар, жігіттер порнографияның зияны өте көп. Тек қана бұл нәрсе ғана емес, сонымен қатар алдағы уақытта көптеген оның аспектілері бар, соны айта кететін боламыз. Сол үшін каналға тіркеліңдер, лайк, дизлайк басыңдар, пікір қалдырыңдар, басқа да адамдармен бөлісіңдер. Бұл нәрселердің, бұл ақпараттардың көп адамдардың көріне себепші болыңдар. Қуатты болыңдар.